Ассалаумағалейкум, бір тұтас қазақ елім. Мына мен осы үндеуімді біріншіден біз Атырау қаласының әкімі Серік Шапкемов мырзаға, Қайрат Нұртаев және орынбасарлары Шәкір Кейкен, сосын елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға, соның орынбасары Берік Уәли және де Абзал Құспан ағамызға, Бақытжан Базарбек, Қазбек Иса және де мына қойып қояйын, біздің тағы да Ермұрат Бапи ағамызға және де Еділ Жаңбыршин ағамызға, мәслихат депутаты, мәжіліс депутаты ма қалай еді, Астана қаласының Әділ Жұбанов мырзаға, соның ішінде Мұхтар Әбенов және де біздің өзіміздің Атырау облысы Құрманғазы ауданының әкімі Алуат Жанғалиев мырзаға, оның орынбасарлары және де біздің мына ызғарлы желтоқсан көтерілісінің бас редакторы ма, бағанағыдай бар еді ғой, ұмытып қалып отырмын есімін. Сол осы желтоқсаншылар үшін 1986 жылы Колбинге қарсы бағанағыдай біздің Қазақстанға Колбинді қоямыз деп болдыртпаған, соның ішіндегі Нұртай Сабильяновқа және жазушыларымыз Нұрым Ерғалиев, Есмұқан Жанезин, Сағынтай Бейсенғалиев, барлық осы жазушыларға, желтоқсанға қатысқан азаматшаларға тіркеп, бөлісіп таратуларыңызды сұраймын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Амандық Рамазан Сәбитұлына, Санат Қайырбаевқа, Анар Рахымжанова және де осы аталған желтоқсаншылар, тілім аузында тұр, Ерлан Рахымжанов, Санат Қайырбай, тағы да бір күллі әлем осы Қазақстан Республикасындағы желтоқсанға қатысқан, бағанағыдай ел үшін, жер үшін өзім деп өз жандарын құрбан еткен Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова, Сабира Мұхамеджанова, Ербол Сыпатаев ағаларымыздың жатқан жері жарық топырағы торқа болсын деп, осы ағаларымызға көше атауларын, бізде бар ғой, мысалы Сафон деген орысша, Кудрашов деген бар, соларды ертең атауларын бәрін өзгертеді дейді. Сол атауларға осы ағаларымыздың, апаларымыздың аттарын, есімдерін берсе екен деп мен сіздерден өтініп сұрап отырмын, халық атынан. Және де осы Атырау облысы Құрманғазы ауданында Жапырық деген ауыл бар. Оның ала ма, оны алмай ма, оны білмеймін мен, Жапырық ауылын. Бірақ мен осы Амандық Рамазанов осы желтоқсан оқиғасында өзінің денсаулығын құртып, әлі күнге дейін осы Алланың жолында және осы жақсы тәлім тәрбие беріп жастарға, сондай бір азамат. Соның осы менің өзімнің жерлестерімнің атынан және осы жазушыларымыз бар, Таңатар Дәреев, Өмірзақ Қажымғалиев, Айнагүл Шакупова және де Есмұқан деген ағамыз бар. Солар парақшаларына арып, Серпер газеті бар, әрбір жерге таратса екен деген ойда осы ағаларымызға желтоқсанға қатысқан көше атауларын сұраймын. Біріншіден сол Амандық Рамазанов Сәбитұлына рухы есен беріш, және бұл ежелден келе жатқан салт дәстүр, ата бабамыздың біз руды бағанағыдай жеті атадан қыз алыспаған қазақпыз деп, мен осы жаңа есіме түсіп, осы ағамызды бір Құрманғазы ауданында ешбір бағанағыдай бағалап, бағанағыдай шақырып, өз басым көрген жоқпын. Бағанағыдай әрбір жерге шақырғанын,
сондықтан мен осы ағаларымызға көше атауларын сұраймын, аға апаларымызға. Және де осыны таратуларын сұраймын. Мен осы Коля Алексеевич деген парақшам бар. Именно осы желтоқсанға қатысқан ағайындарға әрбір жерде Алматы, Қостанай, Қарағанды және де Жезқазған, Маңғыстау жерде менің бір оқырмандарым бар. Мында Байнияз деген ағамыз бар. Көп есімдерін ұмытып қалыпты, жазып жіберемін астына. Сол ағаларымызға бөлісулерін сұраймын. Осы депутат ағаларымызға және де елбасымен қоса сол мына Ирак Елекеев деген ағамызға осы естілсе желтоқсан жайлы керемет болар еді. Неге десең, осы Ирак ағамыздың көп үлесі бар екен. Менің жерлестерім Бақтықожа, Ізбасаров екен, және Рысқали Сисатовқа да ағамызға да жолдаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет. Бөлісеміз ағайындар. Желтоқсан осы Қарабор Қасқалдақ деп кезінде өлең айтылды ғой ағайындар. Осы ағаларымыздың арқасында егеменді елде болып біз тату тәтті өмір сүріп жатырмыз. Рахмет, сау болыңыздар, бөлісеміз.